Сәлеметсіздер ме, қадірменді көрермен? Бүгінгі видеода біз оразаның адам ағзасына тигізетін пайдасы жайлы кеңінен тоқталамыз. Көпшілігіміз оразаның тек діни парыз ретінде қабылдаймыз. Алайда ораза бұл рухани тазарумен қатар ағзаға қалпына келтіретін табиғи процесс. Ғалымдар мен дәрігерлердің айтуынша, белгілі бір уақыт тамақтан бас тарту ағзаға демалыс беріп, оның ішкі жүйелерін жаңартуға мүмкіндік жасайды. Ендеше оразаның адам денсаулығына қандай пайдасы бар? Соған бірге назар аударайық. Бірінші, ас қорыту жүйесінің демалуы. Күнделікті өмірде біз таңертеңнен кешке дейін әртүрлі тағам тұтынамыз. Соның салдарынан асқазан мен ішек үздіксіз жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бұл кейде ауырлық, кебу, қыжыл, асқазанның ауыруына әкелуі мүмкін. Ал ораза кезінде асқазан уақытша демалады. Ас қорыту ферменттері қалыпты деңгейге келеді. Ішек жұмысы біртіндеп реттеле бастайды. Нәтижесінде гастрит, кебу, асқазанның ауырсынуы азайып, ас қорыту жүйесі жеңілдейді. Екінші, ағзаның тазалануы, детокс. Оразаның ең маңызды пайдаларының бірі ағзаның табиғи түрде тазаруы. Тамақ азайған кезде ағза энергияны сырттан емес, өзінің ішкі қорынан ала бастайды. Осы кезде артық токсиндер мен зиянды қалдықтар шығарылады. Май жасушаларында жиналған қалдықтар ыдырайды. Бұл процесс бауырдың өз-өзін тазалануына, бүйректің жеңіл жұмыс істеуіне көмектеседі. Соның нәтижесінде адам өзін жеңіл, сергек әрі тың сезінеді. Үшінші, иммунитеттің күшеюі. Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, белгілі бір уақыт ашығу иммундық жүйенің жаңаруына әсер етеді. Ораза кезінде аққан жасушаларының жаңаруы жылдамдайды. Ағзаның қорғаныс қабілеті артады. Қабыну процестері азаяды. Соның арқасында адам сирек ауырады және инфекцияларға қарсы тұру қабілеті күшейеді. Төртінші, қандағы қант деңгейінің тұрақтануы. Қазіргі таңда қант диабеті ең кең тараған аурулардың бірі. Ораза бұл мәселеде пайдалы әсерін тигізеді. Ораза кезінде инсулинге сезімталдық артады. Қандағы қант деңгейі бірқалыпты болады. Бұл екінші типтегі қант диабетінің алдын алуға, артық салмақтың азаюына, энергияның дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Бесінші, жүрек-қан тамыр жүйесіне пайдасы. Ораза жүрек саулығына да оң әсер етеді. Тамақ мөлшері азайған кезде ағзадағы артық май мен холестерин де төмендейді. Нәтижесінде қан қысымы реттеледі. Қан айналымы жақсарады. Жүрек ауруларының қаупі азаяды. Бұл жүрек-қан тамыр жүйесінің ұзақ уақыт сау болуына ықпал етеді. Алтыншы, мидың және ойлау қабілетінің жақсаруы. Ораза тек дінге ғана емес, ми мен психологияға да пайдалы. Қандағы қант деңгейі тұрақты болғанда, ми жақсы жұмыс істей бастайды. Ораза кезінде ми тынығады, назар мен есте сақтау қабілеті артады. Стресс пен ашушаңдық азаяды. Сондықтан адам өзін сергек, сабырлы әрі жеңіл сезінеді. Қорытындылай келе, ораза денсаулықты нығайтады, ағзаны табиғи түрде тазалайды, рухани және физикалық тепе-теңдік береді, сабыр мен өз-өзін бақылауды үйретеді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.